екі жойғыш ұшақ қайсысы мұнарасына бірінші жететінін білу үшін жарысады. Олар жарысты бастамас бұрын, оларды ауыл шаруашылық ұшағы Дасти шаң тозаң басқан күйде таңғалдырады. Ол оларды үлкен басымдықпен жеңуге шақырады. Осыған қарамастан Дасти оңай жоғары жылдамдыққа жетеді және бірнеше секунд ішінде өзінің турбиналары мен жойғыш ұшақтарды басып озады. Сол сәтте Дастиді әріптесі Лидбеттер оятады. Ол досының өзін ерекше ұшақ ретінде көрсетуді тоқтату керектігін айтады. Дасти көктемгі жұмыстарға құлықсыз екенін түсіндіреді, ал ескі ұшақ олардың өмірі өте жайлы және жағымды екенін айтады. Әңгіме соңында ұшақ Лидбеттермен қоштасып, досы Чакты табуға кетеді. Ол оған үлкен жарысқа дайындалуға көмектеседі. Алайда жаттығу кезінде Дасти кейбір бөлшектерін зақымдап алады және оларды жөндеу үшін Дардидің көмегін алады. Зақымның жоғары жылдамдықты жаттығудан болғанын түсінген механик ашуланып, оны жарысқа қайта оралды деп айыптайды. Сол кезде Чак келіп, досының сол күнгі өнерін мақтай бастайды. Осының бәрін естіген Дарди тіпті қатты ашуланып, егер ол қауіпті жарыстарға қатыса берсе, кездесетін барлық қиындықтарды түсіндіреді. Содан кейін Дасти досын іріктеу кезеңіне бірге баруға шақырады. Сонда ол аман қалатынына көз жеткізе алады. Ымыртты Чак пен Дасти өз сарайларында жарыс бағдарламаларын көріп, өз дағдыларын одан да жақсартудың жолын іздейді. Ол үшін жүк көліктері бұрынғы әскери теңіз күштерінің ұшу нұсқаушысы Скипперден көмек сұрауды ұсынады. Идея оған қатты ұнамаса да, Дасти досымен бірге онымен кездесуге ұшып кетеді. Дасти иесі қоңырауын соққанда, Чак тез жасырынады. Көп ұзамай жаңа ұшақты алып ұшақ қарсы алады және одан өзінің жаттықтырушысы болуды сұрай бастайды. Ұшақтың барлық сөзін тыңдаған соң, Скиппер оның ешқайсысына қатысқысы келмейтінін айтады және Дасти егер сол жарыстарға қатысуды жалғастырса құлайтынын мәлімдейді. Ардагерді сендіре алмаса да, Дасти келесі күні Чак пен Дадимен бірге жарыстың іріктеу кезеңіне кетеді. Барлығы жарысты тамашалап жатқанда, жүргізуші кезінде өмір сүрген ең ұлы бәсекелестердің бірі Рипслингердің тамаша көрінісін баяндайды. Содан кейін барлық қатысушылар ұшу-қону жолағына жиналады және жүргізуші әлемдегі ең үлкен ұшақ жарысына іріктеу үшін ең үздік 5 бәсекелестің таңдалатынын түсіндіреді. Ақыры іріктеу кезеңі басталады. Кейбір ұшақтар жақсы өнер көрсетсе, басқалары жарыс кезінде құлап қалады. Дастидің кезегі келгенде, жаңа ұшақ басқа бәсекелестердің әзілдері мен қорлауының нысанасына айналады. Олар оның ешқашан олардың деңгейіне жете алмайтынын айтады. Осыған қарамастан, ұшақ мақсатынан бас тартпай, жеке жарысын бастайды. Онда ол таңғажайып жылдамдыққа қол жеткізеді және барлық кедергілерді жеңеді. Дегенмен мәре сызығын кесіп өткен кезде, Дасти 6-шы орынға шыққанын түсінеді. Сондықтан ол келесі жарысқа қатысуға іріктелмейді. Оны жігерлендіру үшін бәсекелестердің бірі топқа жақындап, оның өнерінің әсерлі болғанын айтады. Бұл мақтауды естіген соң Дасти ойланып көңілсіздігін байқаған Скиппердің оны бақылап тұрғанын білместен, көңілсіз күйде көктемгі жұмыстарын жалғастыру үшін егістікке қайта оралады. Келесі күні жарыстың жүргізушісі топқа келіп, бәсекелестермен кездескеннен кейін, жарыс төрешілері 5-ші орынға шыққан ұшақтың қозғалтқышында тыйым салынған зат табылғанын айтады. Сондықтан 6-шы орынға шыққан Дасти келесі кезеңге қатысушы ретінде таңдалады және мұны естігенде, Чак барлығына жаңалықты жеткізу үшін айқайлайды. Сонымен қатар жүргізуші жаңа бәсекелестің атауын растайды. Ол өзінің жасырын аты Stretch Jetstream болатынын айтады. Бірнеше минуттан кейін ұшаққа Скиппер келеді. Ол бұл жарысқа қатысу өте жаман идея екенін, өйткені ол ауыр апаттан шығып қалуы мүмкін екенін айтады. Ашуланған Дасти өмірін астық шашқыш ретінде өткізгісі келмейтінін және өмірде одан да көп нәрсеге қол жеткізе алатынын дәлелдегісі келетінін түсіндіреді. Мұны естіген соң, Скиппер ойын өзгертіп, одан келесі күні таңертең кездесуді сұрайды. Осылайша олар жаттығуды бастай алады. Осылайша Дасти өзінің ұшу нұсқаушысымен жаттығуды бастайды және бірнеше негізгі маневрлермен қыздырынып алғаннан кейін, ол жаңа ұшаққа бұл деңгейіне дейін жылдамдықты арттыруды бұйырады. Алайда олай еткен кезде, ұшақ үрейленіп, жерге қайта оралуды шешеді. Шатасқан Скиппер шәкіртінің не істеп жатқанын сұрайды және олар ұшу-қону жолағында кездескенде, Дасти ешқашан 300 метрден жоғары ұшпағандықтан биіктіктен қатты қорқатынын айтады. Бұл ашылудан кейін нұсқаушы ашуланып, оны үйретуден бас тартуды ойлайды, бірақ талқылауды Спарки үзеді. Спарки ардагердің механигі, ол Дасти сияқты қорқыныштары болған бірнеше ұшақтың уақыт өте келе оны жеңіп, өмірінде тамаша бәсекелес болғанын түсіндіреді. Сондықтан Скиппер жаттығуды жалғастыруды шешеді және олар әзірге шәкіртінің жылдамдығымен жұмыс істейтінін, кейін ғана одан да жоғары биіктіктерге көшетінін айтады. Бірнеше сағаттан кейін нұсқаушы Дастимен бірге жарысатын басқа ұшақты жалдап, аймақ бойынша маршрут дайындайды. Уақыт өте келе, шәкірт сол маршрутты ондаған рет қайталайды,
ал Дасти оның аэродинамикасы мен жылдамдығын жақсарту үшін қозғалтқыштарына бірнеше өзгерістер енгізеді. Нұсқаушының сабақтарының арқасында ұшақ жеделдетілген ұшуда үлкен тәжірибе жинақтайды, және бірнеше әрекеттен кейін ол ақыры қарсыласын жеңеді. Шәкірті дайын болған соң, скиппер оған өзінің негізгі эскадрильясына тиесілі жеке спрей құтысын ұсынады. Соңында нұсқаушы жарыс басталғанда ұшып бара жатқан көптеген ұшақтар бір түрлі құйын тудыратынын түсіндіреді, және Дастиден сақ болуды сұрайды. Сонымен қатар скиппер оның ангарынан шыға алмаса да, оның алыстан қосымша ұшқышы болатындықтан шәкіртімен радио арқылы байланыста болатынын айтады. Содан кейін Дасти жарыс орнына ұшып барады. Онда ол өзін бәсекелес болуға шақырған жүргізушімен кездеседі. Көп ұзамай ұшақ ең танымал чемпиондардың бірі Шанимен кездеседі. Ол жаңа қатысушымен бірге жарысуға қуанышты екенін айтады. Одан кейін Дасти Рипслингермен сөйлесе бастайды. Сөйлесу кезінде бәсекелестер үлкен мексикалық чемпион мистер Чоумен кездеседі. Барлық қатысушылар жиналғанда әлем бойынша қанаттар деп аталатын жарыстың трансляциясы басталады, және жүргізуші Брент пен оның серіктесі Кол жарыс барысында өтетін барлық кезеңдерді түсіндіреді. Сонымен қатар Чак пен Дасти тобының басқа мүшелері өз достарының мәре сызығына жақындағанын тамашалайды. Онда мыңдаған қуанышты жанкүйерлер күтіп тұр. Олар трассада өз орындарын алғанда мистер Чоу бәсекелестердің біріне ғашық болады, ал Дасти оның Каролина, Бразилия ұшақ раллиінің жеңімпазы екенін айтады. Көп ұзамай төреші барлық қатысушыларға қозғалтқыштарын іске қосуды бұйырады, және бәрі дайын болғанда жарыс басталады. Барлық ұшақтар тез ұшып шығады, ал Дасти бәсекелестер тудырған турбуленттілікке қарсы тұруға тырысады. Сонымен қатар жүргізушілер маршрутты түсіндіреді. Ол солтүстік Атлантика арқылы үздіксіз сапардан тұрады. Онда жеңімпаз келесі күнгі жарысты бірінші орыннан бастай алады. Жарыстың бірнеше минутында Дасти артта қалады, және ол бұлттардың астында ұшып бара жатқандықтан мұз оған қатты әсер етеді. Бұл оның жылдамдығын одан да төмендетеді. Кейінірек бәсекелестер қарлы дауылдан паналау үшін сарайға жиналады, және радио арқылы шәкіртімен сөйлескенде скиппер келесі күнгі маршрут кедергілерге толы алаңда болатынын айтады. Бұл Дастиге ұпайлар тақтасында бірнеше орынға ие болуға мүмкіндік береді, өйткені ол қарсыластары сияқты жылдам болмаса да, кедергілерден жалтаруға үлкен икемділікке ие. Үзілістен кейін бәсекелестер жарысқа қайта оралады, және маршрут кезінде бульдогтың турбиналарының бірі зақымданады, және қысқа тұйықталу оның көру қабілетіне нұқсан келтіреді. Уайымдаған комментаторлар қолдау көрсету тікұшағынан не болып жатқанын хабарлауды сұрайды, және ол қатысушының бақылаусыз биіктік жоғалтқандықтан құлап кетуге жақын екенін айтады. Алайда ұшақ құлағанға дейін Дасти қарсыласына қарай ұшып, оған бақылауды қалпына келтіру үшін бағыт бере бастайды. Осының арқасында бульдог аймақтағы барлық кедергілерден құтылады, тіпті үлкен қамалдың мұнаралары арасынан ұшып өтеді. Көп ұзамай Дасти ұшақты мәре сызығына дейін алып барады. Бұл бәсекелеске курсты аман-есен аяқтауға мүмкіндік береді. Апатты құтқару тобы бульдогқа тез көмекке келеді, және ол көру қабілетін қалпына келтіргенде, оны құтқару үшін жаңа ұшақтың соңғы орынға шыққанын біліп ашуланады. Оны тыныштандыру үшін Дасти ешқашан ұшақтың жарыс кезінде шығып қалуына жол бермейтінін айтады, ал құтқарылғанына риза болған бульдог оған алғыс білдіреді. Сол кезде Рипслингер жаңа ұшаққа жақындап, оның сияқты жақсы жігіттер жарыстарда соңғы орынға шығатынын айтады. Бұл оны ашуландырады. Кейінірек Дасти соңғы орынға шыққаны туралы мистер Чоумен сөйлеседі, және бірнеше секунд ішінде олар Дастидің үлкен жанкүйері екенін айтқан Франспен кездеседі, өйткені ұшақ әлемде жақсы қаралмайтын барлық ұшақтарды білдіреді. Шатасқан Дасти оның не туралы айтып тұрғанын сұрайды, ал көлік толы ұшаққа айнала алатын өте сирек ұшатын көлік түрінің бір бөлігі екенін айтады. Өзін таныстырғаннан кейін, Франс Дастидің шашқышын неге қолдана беретінін сұрайды, өйткені оның құрылымында бұл механизм болмаса, ол әлдеқайда жылдам болар еді. Мұны естіген соң, мистер Чоу кішкентай көлікпен келіседі, және бұл өзгеріспен өзінің өнерінде үлкен айырмашылық жасай алатынын түсініп, ұшақ шашқышын алып тастау үшін ангарға барады. Процедура аяқталғаннан кейін Дасти өте қуанышты ұшып кетеді, өйткені ол бұдан былай жеңу үшін қажетті жылдамдыққа ие болатынын сезінеді. Келесі күні жарыстың келесі кезеңі басталады, және бәсекелестер төбелерге толы аймаққа бет алады. Онда олар 300 метрден төмен ұшып, кедергілерден жалтаруы керек. Енді жарыс оның мамандығына жақындағандықтан Дасти жарыс соңында 8-ші орынға шығып, көшбасшылар тақтасына көтеріледі. Ауылдық ұшақтың үлкен жетістігінің арқасында тілшілер одан сұхбат алуға асығады, ал ол барлық жетістігін ұшу нұсқаушысы скипперге тиесілі екенін айтады. Сұхбат кезінде Рипслингер өзінің екі көмекшісімен бірге ұшақты алыстан бақылап тұрады, және чемпион жаңа ұшақтың подиумдағы орнын алуына жол бермейтінін мәлімдейді.
Досының мәлімдемесін көргенде Скиппер ойланып қалады және кейінірек ұшу-қону жолағына баруды шешеді. Осылайша ол көптеген жылдардан кейін ұшуға тырыса алады. Қуанған Спарки әрекетті тамашалауға жақындайды, бірақ ардагердің қозғалтқышы істен шығып, оның бас тартуына себеп болады. Осыған қарамастан, механик оны жұбатуға тырысып, олар оның қозғалтқышын жөндеп, басқа күні қайта тырыса алатынын айтады. Таңертең Дасти тобымен келесі жарыс кезеңі туралы сөйлесу үшін байланысады. Ол үлкен Гималай тауларының ортасында өтеді. Мұны естігенде, ұшақ таулардың үстінен емес, олардың арасынан ұшуға бола ма деп сұрайды. Бірақ Скиппер бұл өте жаман идея екенін айтады және шәкіртінің жоғары биіктіктерге жету уақыты келгенін айтады. Әңгіме соңында ұшақ мистер Чоумен кездеседі. Ол Каролинаның жүрегін жаулауға тырысады, бірақ ұшақ оған еш қызығушылық танытпайды. Бұл мексикалық бәсекелестің көңілін қалдырады. Оны жұбатуға тырысқан Дастиді соңғы жарыс кезеңінде әріптесінің өнерін мақтаған Шани таңғалдырады. Сонымен қатар ұшақ досын серуендеуге шақырады және бәсекелестер келесі кезең туралы сөйлесіп, аймақтан бірге өтеді. Әңгіме кезінде Шани Дастидің төмен биіктікте ұшу әдеті туралы білетінін айтады және оның темір жол рельстерін аймақтан өту үшін қолдана алатынын түсіндіреді. Өйткені бұл оған сапар бойы қауіпсіз жолмен жүруге мүмкіндік береді. Келесі күні ұшақ Гималай таулары арқылы сапарын бастайды және қарсыластары жоғары биіктікте ұшқанда Дасти рельстерді бойлайды. Алайда бірнеше секунд ішінде бәсекелес маршруттың таулардың бірімен жабылып қалғанын байқайды және уақытты жоғалтпау үшін биіктік алуды шешеді. Мәселе мынада, оның биіктіктен қорқуы оған кедергі жасайды және бас тартудан бас тартқан Дасти туннелден өтуге тәуекел етеді. Бұл оның қанаттарын қабырғаларға бірнеше рет тигізеді. Шығар алдында ұшақ үлкен пойыздың жақындап келе жатқанын байқайды және көлік үзіліс жасауға тырысқанда бәсекелес мүмкіндігінше тез жылдамдап соңғы сәтте қашып кетеді. Таулардың бірінің шыңына жеткенде Дасти жарысты бірінші орынға шыққанын анықтайды. Біраз уақыттан кейін басқа ұшақтар курсты аяқтайды және тілшілер осындай әсерлі өнерден кейін ауылдық ұшақтан сұхбат алуға асығады. Сұрақтарға жауап беріп жатқанда Дасти Шанидің жасырын кетіп бара жатқанын байқап, оны кері шақыруды шешеді. Ұшақтың Рипслингердің тобымен бірдей пропеллері бар екенін байқаған ауылдық ұшақ ашуланып, оған сенбеуі керек еді деп айтады. Өзін түсіндіруге тырысқан Шани Дастидің кері бұрылатынына сенгенін мойындайды. Бұл оны одан да қатты ашуландырады және Рипслингерді арандатқаннан кейін ол кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін Кастер Бренд бүкіл әлемде жұмыс істейтін көліктердің қаһарманына айналған Stretch Jetstream деп аталатын бәсекелестің атақ даңқының өсуі туралы пікір білдіреді. Кейінірек Дасти достарымен жарыстың келесі кезеңі туралы сөйлеседі және олардың тынық мұхитын кесіп өтетінін айтады. Бұл оның нұсқаушысы бұрын миссиялар атқарған мұхит. Содан кейін бәсекелес Скипперден оған қандай да бір кеңестері бар ма деп сұрайды, ал ұшақ оның тек дауылды бұлттардан сақ болуы керек екенін айтады. Сонымен қатар нұсқаушы шәкіртіне мақтанатынын айтады және қоңырауды аяқтамас бұрын, оның достары топтың онымен Мексикада кездесетінін айтады, өйткені олар оған арналған тауарларды сатудан көп ақша тапқан. Келесі күні бәсекелестер халықаралық әуежайға жиналады және Дасти Рипслингерді келемеждей бастайды, оны мазалау үшін бірінші орынға шыққанын қолданады. Қарсыласының мінез құлқынан шаршаған ұшақ көмекшілері Нет пен Зетке осы мәселені шешу үшін бірдеңе істеуді бұйырады. Осылайша жарыстың 6-шы кезеңі басталады және бәсекелестер Мексикаға қарай бүкіл мұхитты кесіп өтуі керек. Әдеттегідей, Дасти төмен биіктікте ұшады, бірақ кенеттен оны Рипслингердің көмекшілері таңғалдырады. Олар оның антеннасын бұзады. Бұл оның бағытын басқаруды жоғалтуына себеп болады. Нәтижесінде бәсекелес аймақ арқылы мақсатсыз ұшады және бірнеше минут ішінде оны 2 әскери жойғыш ұшақ тоқтатады. Олар оның шектеулі аймаққа кіріп жатқанын айтады. Дасти антеннасының біреумен бұзылғанын және жанармайы бітуге жақын екенін тез түсіндіреді. Ұшақтың жағдайын түсінген 2 жойғыш ұшақ оны әскери кемесіне алып барады. Осылайша оған көмектесе алады. Қонғаннан кейін барлық көліктер Дастиді үлкен қуанышпен қарсы алады және оны жөндемес бұрын жойғыш ұшақтар бәсекелесті әскери теңіз күштерінің даңқ қабырғасына апарады. Сол жерге келгенде ұшақ Скиппердің бүкіл мансабында тек бір ғана миссияға қатысқанын анықтайды және оны жөндеп жатқанда нұсқаушысына қоңырау шалып, бұл туралы сұрауды шешеді. Дастидің назарын жарысқа аударуға тырысса да, ардагер тақырыпты өзгерте алмайды және өмірінде тек бір ғана миссия орындағанын мойындайды. Ол бұл туралы көбірек ақпарат алмай жатып, бәсекелестер қатты дауылдың аймаққа жақындап келе жатқанын ескертеді. Сондықтан егер ол жарысты жалғастыруға мүмкіндігі болғысы келсе, дереу кетуі керек. Уақытты жоғалтпай, Дасти кеме экипажының қалған мүшелерімен ұшу-қону жолағында кездеседі. Олар ұшақты іске қосу механизмін қолданады.
Бұл арада Мексикадағы мәре сызығында Рипслингер тілшілерге Дастидің жоғалып кеткені туралы пікір білдіреді. Бірақ журналистерден алыстағанда оны мистер Чоу таңғалдырады. Ол жарыста жеңу үшін, осындай лас әрекет жасаған үшін оны сөгеді. Алыста Дасти үлкен дауыл кезінде мұхит үстінен ұшуға тырысады. Бірақ найзағайдан қорғану үшін бұлттардың үстіне шыға алмай жатып, оны үлкен толқындар ішінара соғады. Нәтижесінде бәсекелес бақылауды көбірек жоғалтады және кенеттен ол үлкен толқынға тап болады. Ол толқынды айналып өтуге уақыты болмағандықтан Дасти одан өтуді шешеді. Бірақ мұны істеген кезде ол пропеллерлерінің күшін жоғалтып, мұхитқа құлайды. Құлау ұшақтың бүкіл құрылымына үлкен зақым келтіреді. Ол тереңге бата бастайды. Алайда бәсекелес сумен шығарылмай тұрып, оны құтқару топтарының бірі тез құтқарып, оны Мехико қаласына жеткізеді. Дастидің құрылымын талдағаннан кейін Дади ештеңе істеу мүмкін емес екенін түсінеді және оның жарысы аяқталғанын мәлімдейді. Ашуланған ұшақ нұсқаушысына бұрылады және одан неге осы уақыт бойы өтірік айтқанын сұрағанда, Скиппер олардан бірнеше минутқа жалғыз қалдыруды сұрайды. Ардагер өзінің барлау эскадрильясымен бірінші миссиясы кезінде олар дұрыс емес шешім қабылдап, дайын емес болып көрінген жау кемесіне қарай бет алғанын түсіндіреді. Олар бұлттардың дәл астында үлкен теңіз шайқасы болып жатқанын түсінбеді және шегінуге уақыт болмағандықтан олар өз өмірлері үшін күресуге тырысты. Бұл тек барлық мүшелердің жау кемелерінің зениттік батареяларымен оңай жойылуына әкелді және Скиппер сол хаостан құтқарыла алған жалғыз мүше болды. Ол куә болған үлкен трагедия ардагердің ешқашан ұшқысы келмеуіне себеп болды және ол Дастиге оқиғасы туралы өтірік айтуды шешкенін айтады. Өйткені ол бәрін білсе, көмек сұрамайтынын білген. Болып жатқанның бәріне қайғырған ұшақ кетіп қалады. Ал келесі күні таңертең Чак пен Дади Дастидің апаттық сарайдың ішінде тұрғанын көреді. Содан кейін механик досына жақындап, ол өз оқиғасы туралы өтірік айтып қателік жіберсе де, Скиппер ешқашан өзінің шәкірті туралы қателеспегенін, өйткені ол дарынды бәсекелес екенін дәлелдегенін айтады. Сонымен қатар, Дади бүкіл әлемде Дастидің өнерін мойындап жатқанын айтады, және ол естігеннен өзін әлдеқайда жақсы сезінсе де, жарысты жалғастыруға жағдайы жоқ екенін түсіндіреді. Сол кезде үшеуін мистер Чоу таңғалдырады. Ол досына жаңа кәсіби қанаттарды ұсынады. Сонымен бірге өзінің ұлы досы жарыстың бір бөлігі болмаса, ешқашан жарыс алмайтынын айтады. Көп ұзамай барлық басқа бәсекелестер Дастиге ризашылық білдіріп, оған әртүрлі сыйлықтармен келеді. Қуанған Дади досын үлкен финалдық жарысқа дайындайды, ал Чак Рипслингердің теледидарындағы өнерін талдайды. Келесі күні Брент тағы да баяндаманы бастайды және жарыстың бастапқы нүктесіне оралу сапары басталуға жақын екенін айтады. Жаңа көрінісімен орынға келгеннен кейін, Дасти Рипслингермен кездесуге кіріседі. Ол оның әлі де жарыста екенін көріп ашуланады. Сонымен қатар бәсекелестер тобы өз қалаларына оралуға дайындалады. Онда олар ұшақтарды мәре сызығында күтеді. Бірақ Скиппер олармен бірге барғысы келмейтінін айтады және ол жасаған барлық нәрседен кейін оған шетте тұрған дұрыс екенін түсіндіреді. Дастидің келемеждерінен ашуланған Рипслингер көмекшілермен кездесіп, оның естімегені Скиппердің әңгімені тыңдап тұрғаны және ол ер адамдардың алаяқтық жоспарларын естігенде қатты ашуланады. Стадионда соңғы жарыс басталады және ұшып шыққаннан кейін Дасти өз орындарын бірінен соң бірін қайта ала бастайды. Бұл бульдогты досының қайта оралғанына куә болуға қуантады. Минуттар өткен сайын Дасти оңай үшінші орынға жетеді және қарсыласының жақындап келе жатқанын байқағанда, Рипслингер мен оның көмекшісі оны бұрышқа тықсыруға кіріседі. Алайда шабуылды Скиппер тез тойтарады. Ол өз шәкіртіне көмектесу үшін ұшып келеді. Сонымен қатар, Дасти таулардың бірінен жалтарады және ардагер досына көмекшілермен айналысуды, ал өзі Рипслингермен бетпе-бет келетінін айқайлайды. Бәсекелес тастардың айналасында бірнеше маневр жасайды және осының арқасында көмекшілер жыралар арасында қалып қояды. Көп ұзамай Скиппер әскери маневрмен Рипслингерді соғады. Қуанған Дасти нұсқаушысын мақтайды, бірақ олар оқиға орнынан кете алмай жатып, Скиппер алаяқтың тосын шабуылына ұшырайды. Ол мәре сызығына қарай бет алады. Зақымдалса да, ардагер шәкіртіне Рипслингерді қудалауда айқайлайды. Ол жақсы болатынын айтады. Содан кейін Дасти қатты ашуланып, қарсыласын қудалайды. Ол үлкен басымдыққа ие болу үшін өзінің сәнді турбиналарын қолданады. Жауын басып озудың жалғыз жолы биіктік алу екенін түсінген Дасти уақытты жоғалтпай, өз қорқынышын жеңіп, каньондардың үстінен ұшады. Осының арқасында Дасти Рипслингерді қуып жетеді және тез төмендегеннен кейін, ол қарсыласын басып озуға мүмкіндік беретін Чак тапқан құпияны қолданып, айналуды орындайды. Ақыры, әлем бойынша үлкен қанаттар жарысы жеңіспен аяқталады және барлығы ұшу-қону жолағына жиналып, жеңімпазды оның керемет өнері үшін құттықтайды. Көп ұзамай Скиппер ұшу-қону жолағының ортасында пайда болады және шәкіртіне сапар бойы оған үйреткен барлық нәрсесі үшін алғыс білдіреді.
Мерекелеу үшін Чак барлығын үлкен кешке шақырады. Ал бірнеше күннен кейін Скиппер мен Дасти әскери кемеде бірге ұшып шығады. Онда олар бұдан былай дуэт ретінде бірнеше миссияны орындауға дайын.